Сәлем баршаңызға. Бүгін өте оңай әрі тез дәмді пирог галета алмамен дайындаймыз. Бізге керекті ингредиенттер: қамырына 100 грамм сары май, 200 грамм ұн, 1 шымшым тұз, 100 мл суық су. Начинкасына 400 грамм алма, 100 грамм қант, 5 грамм корица керек. Ең алдымен қамыр жасау үшін 100 грамм сары майды алып, вилканың көмегімен видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Үстіне 200 грамм ұн салып, араластырып, 1 шымшым тұз саламыз. Дайын қамырды холодильникке 15 минутқа салып қоямыз. Начинка жасаймыз. Ол үшін алманы жуып, ортасын тазалап, видеода көрсетілгендей етіп турап, алманың бетіне 100 грамм қант салып, жақсылап араластырамыз. Начинка дайын. Холодильниктен қамырды алып, дөңгелек қылып жайып шығамыз. Қамырдың қалыңдығы 2 см болу керек. Қамырға начинка салып, енді видеода көрсетілгендей етіп жан-жағын жауып шығамыз. Пирогтың бетіне 5 грамм корица сеуіп, 180 градуста 30-40 минутқа пеште қоямыз. Өте дәмді болды. Қамыры өте жұмсақ, үгілмелі. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.